Шымкентте болған Нұрайға қатысты жағдай бойынша шығып тұрмыз. Ең біріншіден ата-анасына, туған туыстарына қайғыра көңіл айтамыз. Өйткені бұндай жағдайды ешкімнің басына бермесін. Бұл өте ата-ана үшін, кез келген адам үшін өте қайғылы оқиға. Және де Аллах Тағала сіздердің жүректеріңізге тыныштық берсін. Аллах Тағала қазіргі жағдайларыңызды мейіріммен жеңілдетсін деп тілейміз. Қайғыра көңіл айтамыз. Екіншіден, барлық сұрап жатыр, Шерхан Аймахан ол сіздерге кім болады деп. Шерхан Аймахан ол менің әкемнің інісінің баласы. Ол біздің туысымыз, бірақ ешкімде өз отбасында осындай бір зұлымды тәрбиелеп шығамыз, осындай бір қылмыскер тәрбиелеп шығамыз деп ешкім ойламайды. Бұндай нәрсе енді ешкімде өз отбасының қызын біреудің қолынан аяқ асты өліп кеткенін қаламайды дегендей. Енді бұл екі отбасыға да өте ауыр. Ешкімнің отбасынан бұндай қылмыскер немесе ешкім отбасында осылай адам өлуін ешкімнің басына салмасын. Сот бойынша және жаза бойынша бізде әділ үкімін шыққанын қалаймыз. Қазақстанның заңы бойынша әділ жазалануын қалаймыз. Ешкімде бұл жерде қорғап алғысы келіп тұрған жоқ. Және де бұл енді біз қанша жыл жаза берсе де, қандай жаза берсе де біз Нұрайдың орнын толтыра алмаймыз. Сол үшін де біз Нұрайдың отбасына қайғыра көңіл айтамыз. Алла жеңілдігін берсін. Алла Тағала Нұрайдың жанын жәннатта қалсын. Көптің айтуынша блогермен туыс екен, үйтіп шешіліп кетпесін, ақшамен шешіліп кетпесін деген сондай бір жаман қауесеттер тарап кетіпті. Инстаграм желісінде, жалпы соцсет желісінде біз ең біріншіден айтатынымыз, біз халықтың алдында жүрген адам болғандықтан сіздермен бірге жалпы осы соттың және соттың шешімін әділ болғанын бізде күтіп отырмыз бүкіл әулетпен. Сондықтан да Алла қаласа барлығы әділ болады деп, өзінің жасаған қылмысына әділ жазасын алады деп бізде күтіп отырмыз. Сол себепті де сіздер бізге жала бұлар блогерлер ғой, сөйтеді, бүйтеді, осылай шешіп кетеді деп өздеріңізге күнә арқаламаңыздар. Біздің ойымызда бірде-бір грамм ақтап алу жоқ, өйткені біз Алланың жазасынан қорқамыз. Енді бұл өте зұлымдықпен жасалған қылмыс. Біреуді ойлап тұрамыз да, туған күніне барайын, или тойына барайын деп ойлап тұрамыз да, үстеміздағы миллион теңге берейінші ойлайсың да, сосын уже арқарап ойлай бастайсың. Уже арқарап ана бәле азырап. Бірінші таза ойың келеді да, сосын азыра бастайды. Ол жаққа барғасын, ана үйіне кіріп шығарсың, мына үйге кіріп шығарсың, бала шағасына ұстасам, не болмаса біреуге тағы да берім келеді ғой, ана пәленшем сұрап еді ғой деген сияқты, уже сол ақшаны бөліп оймен 500 атыратын оқыласың да. Любой адамда бар ол ше. Әжептәуір берем деп басына ниет етесің да, и бермей қаласың да. Потому что сол уақыттың арасында сені ана бәле 3 ай азғырады да. Соны Алла берсең береді дейді ғой негізі. Сол бізге Алланың не себеп беретінін, жаңағы бергенімізге беретін бізге несиесі бізге сол түспей қалады да. Біз өйткені азырып қойдық қой. Біз ниетімізді жасаймыз. Бергенімізге беретін бізге несиесі бізге сол түспей қалады да. Біз өйткені азырып қойдық қой. Біз ниетімізді жасай алмадық та. Сол сияқты оның барлығы ниеттен келеді. Сол себепті біреуге бірдеңе берем деп басында ойладыңдар ма, осындай берейші, осыған көмектесейші деп беру керек. Ал сен жаңағы азғырғанға түсіп, сен соны жартылай беретін болсаң, уже Алланың саған беретіні болмайды. Осыны естерінен шығармаңдар, ниет еттіңдер ма, беріңдер. Қанша уақыт болды бас қосылмай, осы Томирис алды жолығып, шай ішіп демалып тұратынбыз ғой. Бүгін Америкадан Анар келді, Аслан келді, Мекке алып келді, жан-жақтан келіп жатырмыз, біз де жолдан келдік. Сонымен массажымызды алып, чесночникпармен керемет демалыс болды, Аллаға сан шүкір. Жаңа хаңыз айтады да, бүгін дейді, түнде дейді, подоконниктің алдына дейді, жаңа кошелекті ашып қойып қоясыз дейді. Сосын кейін ақшаны жан-жағына шашып қоясыз. Сондай күн екен бүгін, айдың туатын дедім ба, біресе қатын болды. Сол уже айды туып кетті деп естіге шымақыма подоконниктен ақша шықтырып ойлашы. Туған күнімен деп қойға сен рахмет үлкен.
бүйтіп отыратын болдым ғой. Өзі ақшаң шығып қойды. Айтып алып жиғанша жоқ, алдыма ақша қоя салғанда көзім. Шын мәнінде осы үйге көшкелі тамақты бірінші рет жасап тұрмын. Техникамды мен тексеріп просто. Кайфую просто, я довольна. Қараңыздаршы. Прям вытяжка алтын сот деп барочный мына юмада. Бері жақ. Сразу айтам, маған жазбаңыздар, ыдыс-аяғым ескі қоймен әлі жаңартқан жоқпын. Бұйырса ыдыс-аяқтарыма да қолым жетеді. Кішті-кішті тамақ пісірген кезінде жап-жаңа судан жаңа ыдыстарымыз көрсетіледі. Лабулюка. Бүгін мен тамақ пісіріп жатырмын. Қайырлы күн, тамашалар. Өйткені бүгін отмена мектепте, бала-шаға үйде, сондықтан Танюшаның тапсырысы бойынша макарон дайындап беремін. Танюша өте қатты көреді, поэтому осы тамақты жасайын деп шештім. Лапулука. Дежурная дулька, стандартная мамашалар имеет цвет, отрезать я несу вперед. Да я тебе понятно, я тебе готовлю макароны. Сабақ болдық, мам? Азан мен ерте тұрып, өзі онлайн сабақ оқып отыр ғой. Шыдай ма? Шыдай ма? Үснен. Тютюнайын ауыстырдық, тютюнайын өзінің. А то ладогу пустила, такой вкусный ладогу. Үснен. Аяғынан өзінің. Айтпақшы жаңа айттым ғой сіздерге, пердені балдахиннен полностью химический алып келді. Бұл София штор салонда сондай бір керемет услуга бар. Хабарласасың, бірден перделер өздері шешіп алып кетеді, тазалайды. Көріп тұрғандарыңыздай өздері әкеліп іліп кетеді, тап-таза. Улыбается.